Мына суретте әжем інімнің тұсауын кесіп жатыр. Кішкентай баланың аяғына ала жіп байлап қойыпты. Тұсау кесу бала тай-тай басқанда жасалатын дәстүр. Баланың аяғына ала жіп байлайды. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадам бассаң, мәз болам. Күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін деген өлең жолдарын оқиды. Керемет дәстүр екен. Дана, өлең дегеніміз не? Өлең дегеніміз ақындар жазатын ұйқасқа құрылған көркем шығарма. Білгенің жөн. Кім не сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атайды. Мысалы, кім бала, не бата. Кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп атайды. Мысалы, кімдер балалар, нелер кітаптар.